Қазақстанға тікұшақпен көтеріледі. Қазақстанның ұшып келе жатыр. Қазақстаннан ұшып келе жатыр. Ұшып келе жатқан кезде Қазақстанның Алматы жақтарындағы тау бөктерлерінде өр көріп, аңдармен, машиналармен серуендеп жүрген көріністі көреді. Көрген соң таң қалады да видеосына түсіре бастайды. Ой, бұл қандай тамаша көрініс! Мен бұрын бұндай көрініс көрмеп едім. Машиналар, аңдар, арыстандар, тағы басқа жан-жануарлар әуелі ғарыштан келгендер екен деп таң қалады. Ойбай, бұл не деген көрініс дейді. Деп содан жан жақтан суреттерін алып, тікұшақпен жүріп, суреттерін ала береді. Қандай күшті көрініс деп камерамен ала бастайды. Бұл көріністі мен бұрын соңды көрген емеспін деп тікұшақпен ұшып келіп, камерамен суреттерін камерамен алып жүреді. Алып жүрген кезінде тағы да бір қызық тамаша көріністерді көреді. Не жерде ұзын көйлек келген қазақ қыздарының қара. Ой, қандай тамаша дейді. Бір қараса жанында динозаврда жүр. Ойбай, бұлар аң жануарлардан қорықпай ма деп таң қалады. Сөйтіп тікұшақпен ұшып кеп қонады. Тікұшақ жерге қонады. Жерге қонып кеп Маша және Машаның әпекесі Маша бір қонып, қасында пингвин де бар. Сөйтіп келген кезде динозаврда жүгіріп кеп суретке чик-чик түсіп алады. Мен де түсірейін. Сөйтіп орыстың туристері Маша және Машаның әпекесі бұл көрініске таң тамаша болып, көріністеріне көрініс қосып, елдеріне